Саламатсыздарма, бүгінгі менің тақырыбым ақпаратты сақтау және қорғау әдістері. Жоспарда ақпаратты қорғау және ақпаратты қорғаудың мақсаттары мен әдістері туралы айтатын боламын. Хабарлар тасымалданатын байланыс арналарын көбінесе қорғалмаған болып келеді, сондықтан оларды бұзу оңайырақ болады. Бүгінгі менің видеомда соларды қалай қорғау керектігі туралы айтатын боламын. Жалпы ақпаратты қорғау дегеніміз ақпараттың сыртқа кетуінің және оның ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың алдын алу үшін жүргізілген шаралар кешені. Ақпаратты қорғаудың мақсаты, қауіп төндіретін негізгі көздерін анықтау. Ақпаратты сақтау әдістері бізде техникалық, бағдарламалық, аралас, ұйымдастырылған және де криптографиялық болып бөлінеді. Соның ішінде араласқа тоқталатын болсақ, оның артықшылығы шексіз модификациялауға бейім және олардың көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ал кемшілігіне келетін болсақ, субъективті факторларға жоғары тәуелділік. Бізде ақпаратты қорғау әдістері архивтеу, шифрлеп жазу және цифрлық қолдама болып бөлінеді. Ақпаратты сақтаудың тиімді түрі асимметриялық цифрлеу, яғни ол бізде асимметриялық цифрлеу ең кең таралған алгоритмі RSA алгоритмі болып табылады. Ол үшін үш зерттеуші математик Рональдо Ривестен, Ади Шампирмен және де Леонард Альдманмен 1970-1978 жылдары ұсынылған. Яғни осы цифрлеу арқылы біз ақпаратымызды қорғай аламыз. Видеомды көріп, тыңдағандарыңыз үшін назарларыңызға рахмет.